Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін желтоқсан 26-сы біздегі қорадағы жаңалықтар мен жағдайлар. Так, кішкене ауырып, өткендегіде кішкене тәуір болып, одан қайтып ауырып, енді адам болып жатырмыз. Ауа райы жылып кетті ғой, короче, Астанада. -6, -7, -5 сондай болып қалды. Влажный ауа райы. Сол себептен ба, в общем, грипп деген қайтпай, сол енді қайтып жатыр. Екінші рет ауырып, қайтып тұрып жатырмыз, в общем. Так, бізде қорада бүгін осындай шөп төсеп қойдым жаңалап астына. Қазір жұмыртқасын жинайтын боламыз, бүгін жұмыртқаның салмағын өлшейтін боламыз. 8-9 ай болды ғой, енді примерно туып атқанына. 8-9 айда Кучинский мен Барковскийдің жұмыртқаларын өлшейміз қазір, неше грамм болып атқан. Так, менде бір ой келді, енді алда демалыс күндер келіп жатыр, сол күндер істеймін. Мына бетке Кучинский тауықтарды қоятын болдым, в общем. Ар жақтағы кішкентай қораға Барковский мен Брамаларды сол жаққа қоямын. Мына жақта Кучинский мен смешанный смесь тауықтар бар, соларды бірге қоямын. В общем, мына жерге еще жұмыртқа туатын жер істеймін. Пока мына жерге ғана туып жатыр жұмыртқан тауықтар. Үстіне туып атқан жоқ. Енді жабық қылып, андай қараңғы болып тұратындай бір жұмыртқа туатын жер істеп, мына жаққа әден соған үйретіп, в общем, бөліп тастаймын тауықтарды. В основном менде Кучинский мен сол Барковский болғандықтан, мына жақ бетте Кучинскийлар, өткен Кучинский менде көптеу Барковскийдан. Ар жақ бетте чисто Барковскийлар қалады. Сөйтіп бөліп көктемге қарай жұмыртқасын. В общем, тұқымды таза ұстау үшін ғой, енді бөліп тастау деген ол. Мына жаққа отдельно бір қораз таптым, Барковскийдің басқа линиядан. Сол қоразда кеп қосам, в общем, бір қораз или екі қораз. Где-то 20 шақты ма Барковский бар, менде соған екі қораз қоятын шығармын, скорее всего. Барып көрем, егер нормально болса, в общем, әтештер. Сол әтештерді әкеп қосатын боламын. Так, пока осындай шөп төсеп, ішінің ауа райы, иісі бәрі күшті болып қалды. Менде мына жақта Кучинский қораздар, мынау балапан қоразға что-то тыныштық бермейді, қуып жүр. Оны жаңа байқап қалдым. Былай оңаша қалып қойса, мынаны шұқиды екен, страшно қуып. Сосын міне жаңа жемін бердім, жылы су құйып қойдым. Көрініп тұр ма, пар шығып тұр. Осындай жылы су құйыңыздар қыста тауыққа. Жұмыртқа тууына өте көмектеседі. Өте жақсы көмектеседі, в общем. Так, жемді ана жаққа беріп, мына жаққа шөп төсеген болатын, қазір бәрі бері қарай шығады. Сосын жұмыртқасын жинап аламыз. До обеда мына жерге туған жұмыртқа, оны жинап алдық. Ол үй жақта жатырына бәрі бұлғанып тұр, шыпат-шыпат. Осырып ұстау керек. В общем, жұмыртқа тумайтын балапандар осының ішіне отырып алады, білмеймін. Бүлдірет ішінің бәрін. Не әдет екен. Осылай андасында шөбін жаңартып қоям, сонда да аяғымен таптап ішінің бәрін бүлдіріп тастайды. Бәрі құрғақ шөп. Құрғақ шөптен осылай аккуратно жаңалап қоямыз шөптерін. Мына жер жаңалағанмен толық жоқ, өткен ішін бәрін бұлғап бүлдіріп тастаған. Так.
Жалпы жаңалық осы, в общем, негізгі жаңалық сол екіге бөлейін деп жатырмын. Құдай қаласа бөліп тастаймын. Қазір видеоның жалғасы болады. Ол жерде жұмыртқасын жинап граммдарын өлшейміз. Өзім білем қайсысы қандай тауықтық екен. Жеке-жеке өлшеп көреміз. А пока ан жақтағы тауықтың бәрін бері қарай шығарам. Бұл мен үшін бір 10-15 минуттық шаруа болса, видеода 1 секунд, 2 секундтық ауысым болады үшін. Тауықтың бәрін қуып жібердім, бірақ қайтып кіріп жатыр. Бірақ алдындағыдан тобырдан жақсы болып қалды. Қойшы. Тауықтар жақта деген. Осылай ғой, мына шөпке аунайды, өздерімен өздер рахаттанады. Су ішіп жатыр, жылы судан. Мына жер негізі тар ғой. Бір 100 шақты тауық қой мына жерде. Балапаны бар, басқасы бар. Жалпы. Мына жер тар, бірақ амал жоқ. Биыл осылай шығу керек. Келесі жылы қора салам деп ойлаймын, енді көреміз бұйырса. Так. Жұмыртқасын жинап алайық бірінші. Сосын осы жерде отырып өлшейміз. Осындай кішкентай тараз сатып алдым. Специально осы жұмыртқасын өлшегенге. Өйткені ертең жұмыртқаны инкубацияға сатқан кезде де граммын бәрін көрсетіп барып сататын боламыз. Өйткені негізі көбісі айтады, инкубацияға жұмыртқаны 60 граммнан асатын жұмыртқалардан салу керек деп, сонда аплод жақсы болады деп. Сол себептен осындай кішкентай кухонный тараз сатып алдым. Бізде күн жылы былай қазір. Есікті бәрін ашып қоя беруге болады, смело қатты аяз жоқ алдындағыдай. Сосын мына жерде мына тауық қалай болды деп сұрапты бір-екі кісі. Бұл тауық жағдайы өте жақсы. Алдыңға сүмірейген тауық жоқ, қазір құтырып тұр. Мына жаққа бөлек шығарамыз қора. Бірақ пока азап осылай тұра-тұрады өзімен өзі. Ал бісміллә. Мына жерде 4 жұмыртқа. Мына жерде 5 жұмыртқа. 9. 2. 11. 11 жұмыртқа. Мына жерде 2. 13. Мына жерде тоже 2. 15. Мына жерде тоже 2. 17. Мына жақта 1. 18. Мына біттен кейінгі жұмыртқалар. Так, бісміллә. Тегіс жерге қойып, сосын қарайтын боламыз қазір. Так, менде мынау Кучинскийдің жұмыртқасы. Ол тоже Кучинскийдің жұмыртқасы. Кучинский. Кучинский. Кучинскиймен тоже. Кучинский. Кучинский мынау да. Мынау тоже Кучинский. Барковский. Кучинский-тка. Барковский-тка. Барковский. Мынау уже домашний өзім үйдегі жай тауықтардың жұмыртқасы, 2 ақ жұмыртқа.
Так, байқағаныңыздай менде кучинский тауықтар көп қазір. Сол себептен кучинскийдің жұмыртқасы да көп. Оны қайдан білесін десеңіздер, мына сыртында міне кучинскийде осындай шұбар болады ғой, жұмыртқалар, точкалар болады. Так, в общем, осылай майдалауынан бастап көрейік, қарап, салмағы қанша екен. Менде әртүрлі болып шығады өткен жұмыртқалар. Енді кіріп атқаны бар, в общем, жұмыртқаға. Біраз туып бастағаны бар, бір айдан асқан. Мынау 49 грамм. Міне майдалауы осы. 49 грамм. Мынау 54 грамм. Кучинскийдің жұмыртқалары менде. Биылғы балапандардың жұмыртқасы. Мынау тоже 54 грамм. Мында 56 грамм. Елу екі дейді. Үлкенде өнді, по-моему, ауыр шығады. 60 грамм. Так, 58 дейді. Елу жеті грамм. Майда. 49 грамм. Так. Қанша? 60 грамм дейді. Мынау үлкені, по-моему, осы ең үлкені. 63 грамм. В общем, ең үлкен жұмыртқа осы 63 қой деймін. Да, по-моему. 63 грамм. В общем, 60-тан ашса жұмыртқа деген уже нормально деген сөз ғой. Ол бізде биылғы балапандардың жұмыртқасы үшін кучинский. Негізі кучинскийға қарағанда барковскийдің жұмыртқасы әрі болады дейтін. Қазір көреміз тоже. Менде домашний тауықтардікі бұл. Ады өлшемей қойайын. Барковскийдің жұмыртқаларын қараймыз қазір. Так, бісміллә. Ал бізде барковскийдің жұмыртқалары. Так, 57 дейді. 57 грамм. 58 грамм. 52 грамм. 59 грамм. Опа, 65 грамм. Барковскийдің жұмыртқасы. Бұлай процентажбен қарасаң, барковскийдің жұмыртқасы негіз ірілеу болып тұр. Өйткені бұның бәрі биылғы тауықтар бәрі жасты почти 1 ай 2 ай арасы. Процентажбен қарасаң, үшін барковскийдің жұмыртқасы ірілеу болып тұр ғой, өйткені ең азы 52 грамм ба? 52 грамм. Анда кучинскийдің ең азы 49 грамм болған. В общем, осындай. Алла жазса, көктемде балапандарын шығарамыз, инкубацияға жұмыртқа сатамыз, ақырындап кірісеміз темаға. Пока. Сол жеуге сатып жатырмыз пока. Өйткені қазір сезон емес. Бұлай сатып шығарып атқандар да бар екен негізі. Бірақ мен сатып атқан жоқпын, өйткені өзім бір рет шығарып көретін шығармын жаңа жылдан кейін. Сосын уже аплод нормально болса, сосын дальше больше көре берем. Тауық төсе тауық қой, міне жердің бәрін қазып тастайды осылай, шөп төсейсің. Енді мына жаққа шөп төсемегелі біраз болды, кірлік бітті. Қанша шөп төсесең де, в общем, қазып мынаның астына жинап тастайды, в общем. Солай.
бір-біріне мешать етеді, негізі ол дұрыс емес қой. Тауық басқан кезде бір-бірін шұқиды мына қораздар. Негізі ол дұрыс нәрсе емес. Енді көктемде емес, жаңа жылай кучискиларды тауыстырам әтештердің бәрін. Өйткені қаны бір болып кетеді. Ертең майдаланып кетеді өшін. Сол себептен бұл қораздың бәрі, скорее всего, сатып жіберіп, орнына басқа әтештер алатын шығармын. Алатын шығармын емес, өшін алам. Бір-екеуін алып қалам енді ана смесь тауықтарға, қораздыққа. Ал қалғанын сатып жіберемін. В общем, қазір жұмыртқасын сатып, жемін бәрін ақтап жатыр тауықтар. Тфай, Аллаға шүкір. 30-дың үстіне шықты қазір жұмыртқа күнделікті. Обедке дейін 10-15 туады, обедтен кейін жаңағыдай. Қанша қазір 18 жинадым да. Обедтен кейін солай кішкене қосып жатыр. В общем, жемі, суы, қора жылы болса, жұмыртқа туады ғой тауық деген. Смело. Сол себептен қорқатын ондай ештеңе жоқ. Так, ар жаққа да осындай аккуратно туатын жер істеу керек болып тұр, өйткені екіге бөлсем ертең ар жаққа туатын жер аз болып қалады. Сол себептен сондай істеп тастау керек. Бүгін емес, енді ертең істейтін шығармын, скорее всего. Сразу бөліп тастамайым, өйткені ар жаққа жұмыртқа туатын жерді істеп, біраз үйреніп, сол жаққа туғанша тиіспеймін. Өйткені тауықта стресс деген болады оларда да. Жұмыртқаны тумай қояды, үйренбеген жер ұя болса. Сол себептен кішкене үйретіп барып бөлемекке. Жалпы біздегі жаңалық осы. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын баршамызға. Жаңа жылда жаңа табысқа, жаңа бақытқа, жаңа жетістіктерге жете берейік. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.